Сәлем достар, бүгін американдық таңғы ас панкейк пісірудің ең оңай рецептін көрсететін боламын. Менің рецептіммен пісірген панкейк өте дәмді, жұмсақ, әрі көтеріліп піседі. Менің рецептіммен пісіріп көріңіздер. Арасы шикі болмайды. Қазір көрсетемін. Жұмсақ әрі арасы шикі болмайды. Ол үшін бір ыдысқа 1 стакан жылы сүт құямыз. 1 шымшым тұз саламыз. Дәміне қарай 2-3 қасық шекер саламыз. Шекерді егер тәтті болғанын қаласаңыз, өзіңіздің қалауыңызға қарай салсаңыз болады. 1 жұмыртқа, жарты шай қасық ас содасы, 1-2 шымшым қопсытқыш, енді бәрін араластырамыз. Араластырып, үстіне 1-2 қасық пісте май, сосын 1 стакан ұнды міндетті түрде елгезерден өткізіп саламыз. Ұнды салып болған соң, миксермен, егер миксер болмаса, қасықпен жылдам қимыл арқылы іртік қалдырмай араластырамыз. Осындай қаймақ сияқты қамыр дайын болады. Сосын табаны қыздырып, майламай, 1 қасықпен домалақ формаға келтіріп саламыз. Бетіне пузырки шыққанда, екінші бетіне ауыстырып пісіріп аламыз. Өте оңай істеледі. Әрі тез. Панкейк дайын. Өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.